Әлеуметтік желілерде көпшілік жиналып, мешітке келген имамға Аллаху Акбар деп жарыса сәлем беріп, жарыса айғайлаған видеосы тарап жатыр. Қоғам белсендісі желіде имамға адамдардың осыншалық табына амандасуын қателікке балады. Бұл туралы stan.kz ақпарат агенттігі хабарлайды. Болжам бойынша оқиға Атыраудағы Иманғали мешітінде муфтият имамы Нұрсұлтан Расмағамбетұлы келгенде орын алған. Өзінің Facebook парақшасында желі белсендісі Ғалым Байтук жағдайға қатысты пікірмен бөлісті. Айтуынша, бұл имамның пиар имиджіне көп жұмыс істелгенін білдіреді. Егер бұл жаңа кумирді сатып алды және солар сияқты ұжым жасаған болса, бұл өте қорқынышты. Онда өзінің пұт етпе деген өсиет бұрыннан бұзылғаны. Бұл кісінің бір сөзімен-ақ жаңа қаңтар орын алуы мүмкін, деп жазды Байтук. Ол имамның осыншалықты табынатындай деңгейде танылуына Қазақстанның қазіргі үкіметінің қатысы болса, елдің жағдайы жақсармайтынын алға тартты. Егер ол бүлікшіл, садақшыларды тыныштандыратын мәсіх болу үшін жаратылған болса, онда кейін билікке қиын болады, деп түйіндеді ол.